Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Жетісу облысы Ақсу ауданы бойынша Есмұрат Сейфулловтың орта мектебінің қазақ тілі пәнінің мұғалімі Қыдырман Бардагүл. Сіздерге бүгінгі ұсынайын деп отырған жұмысым мәтін мен жұмысты ұйымдастырудың жолдары. Яғни біз әр күнде өзіміздің тәжірибемізде оңтайлы нәтиже көрсетіп жүрген тәжірибені көрсетпес бұрын мен сіздерге ең бірінші қиындық туғызған пәндегі қиындық туғызған мәселеге тоқталсам деп едім. Оқушылардың мәтін мен жұмыс істеуі дағдыларының жеткіліксіздігінен мәтіннің мақсатын және себебін анықтауда қиналып жатады. Яғни әр оқушыға бізге жекелей жұмыста немесе топтық жұмыста осы мәтінмен жұмыс жасаудың бір қиындығы, күрделілігі туындап жатады. Келесі бізде мәтіннен ақпаратты талдау және қолдануда оқылым дағдыларының төмендігі байқалып жатады. Одан кейін өзімнің тәжірибемде оқу материалының күрделілігіне байланысты оқушылардың мотивациясының төмендеуі болып тұрады. Бұл жерде кейде оқушылардың деңгейіне сәйкес келмейтін немесе түсінуіне кедергі келтіретін мәтіндерді алып жатамыз, немесе мәтіндер күрделі болып жатады, оқушылардың қызығушылығы төмендеу болады. Соған сәйкес өзімнің тәжірибемде оңтайлы нәтиже көрсетіп жүрген оқушыларымның арасындағы осы мақсатқа сәйкес негізгі ойды анықтау бөлімшесі бойынша 8-ші сыныптарда мәтінде көтерілген мәселені талдай отырып, негізгі ойды анықтау, 9-ші сыныптарда мәтіннің мақсаты арқылы негізгі ойды анықтау мақсаттарына сәйкес, мен осы лексикалық мағынаға негізделген жобалау технологиясын ұсынар едім. Осы жобалау технологиясында көтерілген мәселенің өзектілігі, мақсатты аудиториясы, астарлы тұспалды ойы, көздеген мақсаты, фактілер мен қарама қайшылықтар, яғни әрқайсысына жекелеген қадамдар жасай отырып, сол қадамдар арқылы оқушылардың мәтіннің мазмұнын талдау арқылы оқушылар өздерінің мәселелерді анықтап, негізгі ойды бөліп көрсетуге, олардың сыни ойлауын, ақпаратты сұрыптауына өте жақсы көмегін тигізуде. Және де ары қарай менде тағы бір дүние, бұл оқылым бойынша ақпаратты түсіну, мәтіндерге салыстырманы анализ жасау бөлімшесі бойынша 8-ші сыныптарда тұтас және аралас мәтіндердегі ақпараттарды салыстыру, 9-ші сыныптарда әртүрлі стильдегі мәтіндердің қызметін, құрылымын, тілдік ерекшелігін салыстырып талдау мақсатына сәйкес, оқу мақсаттарына сай дағдыларды қалыптастыру үшін өзім Вен диаграммасын, свод талдау, Прайер моделі, концептуалдық кесте, пинг-понг әдістерін тиімді қолданып жүрмін. Соның ішінде сіздерге Прайер моделін атап айтар едім. Өзім сабағымда нәтиже көрсетіп жүрген бұл осы Прайер моделі, оны балаларға мәтін сөйлей отырып, сол мәтінге анықтама жасап, мәтіндегі анықтамаларға фактілерді келтіріп, сол мәтін бойынша ерекшеліктерін анықтап, мысалын келтіріп, ары қарай жұмыс жүргізіп, салыстырып талдауына өте тиімді көрініс табады. Осыған сәйкес, осы мәтінмен жұмысты ары қарай жұмыс жүргізуде бізде сұрақтар үлгісін өзім сабағында ұсынған үлгіні көрсетіп отырмын. Бұл жерде сен қай мәтіндегі ойды қалдайсың, неліктен, немесе сен қандай ұсынар едің деген сияқты жекелеуші сұрақтар қоя отырып, осы тақырыпқа қосымша зерттеудің қажеттілігі бар ма деп ой түрткі бола отырып, мәтінмен жұмыс жасауды ары қарай осы мақсатқа сәйкес ақпараттардың тұтас және аралас мәтіндердегі ақпараттарды салыстыруына ықпал етуге мүмкіндік жасап отырамын. Енді осы әдіс арқылы мәселені шешуде бағытталған қызығушылықты арттырып, оқушылардың оқуға деген ынтасын күшейтуде, оларға білім алудың маңыздылығын түсініп, тақырыпқа терең үңілуіне мүмкіндік алады. Осы әдіс арқылы оқушылар мәтіннен алған білімдерін өмірлік жайда қолдануға болады. Және де сол сияқты мәтінде көтерілген мәселені аттап, нақты қадамдарды, әдістерді көрсету арқылы келесі бір сабағымның үзіндісін көрсетсем деп едім. Бұл жерде оқушылардың, құрметті оқушылар, біз ары қарай тапсырмамызды орындау үшін
мақсатқа сәйкес осы әдіске сіздерге қазір кеңсат беріледі. қарама Сол қайшылықтарын, кеңсатқа факті мен мына мәтіндегі көзқарастарын анықтай мына отырып, қолдап беріледі. өздерінің жұмыстарын ары қарай жүргізеді. Оқушыларға берілген мәтін арқылы оқушылар өздері сұрақ қоя отырып, мәселенің қарама қайшылығын мәтіндегі мұғалімдер берген дәлелдер келтіре отырып, автордың идеясын, фактісін, логикалық тұрғыдан ерекше даму заңдылықтары болады. Ал бізде осы заңдылықтарды зерделейтін ешқандай жұмыс істеп отыр. Аталған құжатта бүгінгі таңда негізгі жаңа демографиялық өсуді қамтамасыз ету үшін байқап отырғандарыңыздай мәтіннің өзін талдасу, ой бөлісуде өздері көрініс тауып, бір-бірімен етене достық қарым-қатынаста жұмыс жасауға өте маңызды дүние болып табылады. Және мәтін мазмұны бойынша берілген ақпараттарды жүйелеп, логикалық байланыстырып, түсіндіріп, мәтіндегі негізгі идеяларды, ақпараттарды туындай алады. Мәтіндерде бұл жердегі сөйлемдердің байланысын табады. Бұл жерде мәтіннің құрылымын талдай отырып, негізгі және қосымша ақпараттарды жасалады. демографиялық өсім баяу арнайы институттардың болмауына байланысты ұлттық қауіпсіздікке қауіп-қатер төндіруі мүмкін. Қарама қайшылықтар. Қазақстанның жер көлемі үлкен болғанымен халық саны аз. Демографиялық мәселелердің маңыздылығына қарамастан ғылыми зерттеулер жоқ. Қазақстан халқының саны елдің әлеуметтік, экономикалық және ұлттық қауіпсіздігі үшін өте маңызды. Демографиялық саясаттың тиімді болуы елдің қарқынды дамуына әсер етеді. Аспанды тұспалды ғой. Демографияның тек халық санын көбейтуде ғана шешілмейді. Бұл халық санының стратегиясының ажырамас бөлігі болып табылады. Өздеріңіз байқап отырғандай, бейнебаянда оқушылар әр қадамдар арқылы өздеріне ұсынылған ақпараттарды анықтап, келесідей жұмыс жасады. Және де бейнебаянды қорытындылай келе, қарама қайшы ақпараттардың берілуіне қарамастан, өздері жеке шешім қабылдау дағдыларын көрсете білді. Көпшілікке мәлім, бірақ та күнделікті білім негізінде мәтінді түсінгенін көрсетті. Мәтінде болжау немесе бағалауды ұсыну үшін мәтінде берілген арнайы білімді қолдана білді. Яғни жаңағы берілген мәтінде мақсатқа сәйкес жұмыс жүргізіп, өздері мәтін мазмұнын бірлесе талдап, ой бөлісуге тиімді болды. Енді осы дүниені көрсетудегі мақсатым өздеріңізге белгілі, бізде оқу сауаттылығы болсын, немесе 11-ші функционалдық сауаттылық пиза тапсырмаларында бізде мәтінмен жұмыс жиі көрініс табады. Сондықтан да біз күнделікті сабақта оқушылармен тиімді жұмыс жүргізіп, осы мәтін мазмұны бойынша ақпараттарды жүйелей отырып, логикалық байланыстарын түсіріп, оны мәтінді болжап, ары қарай өздері жұмыс жүргізуге тиімді дүние көрінісін таба білді. Мәтіннің мазмұнын терең түсініп, идеялар мен дәлелдерді өзара байланысын талдай білді. Осы әдіс арқылы сыни ойлау қабілеттері дамытып, мәтінмен жұмыс істеу дағдылары жеткілікті бола білді. Яғни өмірден алынған немесе шындыққа ұқсас мәтіндерді бере отырып, осы жерде талқылап шешім қабылдауда оқушылардың өз білімдерін, дағдыларын қолдана отырып, мәселені шешуге көрініс таба білді. Яғни өздеріне жауапкершілік алуға үйренді. Себебі оқушыларда әртүрлі мәтін берген кезде басында айтып кеткендей мотивациялық төмендігі көрініс таба білді. Сөзімді қорытындылай келе, осы жаңаға көрсетілген әдіс тәсілдердің негізінде мәтінмен жұмыс жасаудағы қажетті дағдыны қалыптастыруда ұсынылған әдістің менің өзімнің тәжірибемде оңтайлы көрінісін таба білді. Осы әдістің артықшылығы, бұл жерде жаңағы айтып өткендей, оқушылар шешім қабылдап, командалық жұмысқа, аналитикалық ойлауға дағдылары көрініс тапты.